Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтын тағамым сүттен каша жасаймыз. Ең алдымен бізге қазанымызға су құйып, оған шамалы тұз салып, енді 2 кесе, орташа кесемен 2 кесе күрішіміз жуып алып, осылай суымызға саламыз. Осылай суымызға салып қайнау керек. Шамалы күрішіміз піскенше қайнау керек. Енді күріш жарлайын деп жатқанда, пістау деп жарлайын деп жатқанда, осындай 1 литр сүтті құйып жібереміз. Ол сүтімізді құйған соң қайнайды. Әбден қайнау керек. Сосын бұны араластырып тұрамыз. Араластырмасақ астық күйіп кетеді. Сонымен жайлап араластырып тұрамыз. Өзі қоюланады. Осылай каша шығарамыз. Бұл каша сүттен жасалған каша. Балаларға таңғы асқа берсеңіздер болады. Бетіне шамалы май салып, өте керемет каша болып шығады. Енді кашамыз қайнады, сүті суы тарқап, осылай қоюланады. Сосын 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді осымен кашамыз дайын. Өте керемет дәмді каша шыққан. Енді бетіне осындай сары май салып, балаларымызға ұсына берсек болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.